Қасаңбай мен Әутәліп ақсақал төңірегінде ауылда көп әңгіме айтылатын. 60-тан асып, 70-ке таяса да, шыр еткенге зар болып өткен қос қарияны аяғаннан айтама, әйтеуір екі шал туралы жұрттың күңгіл-сүңгіл бітпейтін. Жаратқан Аллада қызық, осы екі бейбақты зарықтырмай, бір шикі ет сыйлай салса қайтер екен. Пәленбайға 10 бала бергенше, осы екеуіне берсейші. Әй, тұрлау жоқ дүние деп бір қоятын. Бұл шалдарда қызық, бала көтермеген әйелді ту бастана жолға салмай, несіне айналып үйіріледі екен. Тағдырдың ісіне не шара деп жүре берсе, жүре береді ғой. Әй, өздерде бір қырт. Осындай алуан-алуан әңгіме айтылып жатса да, оған мән беріп жатқан қариялар жоқ. Мұңы да, сыры да ортақ болған соң ба, екі шалдың жұбы жазылып көрген емес. Астындағы қой торыларын ауыл сыртындағы дөңеске шалдырып, жамбастап жата кетіп, ұзақ күнді сонда өткізетін. Не айтатындарын бір Құдай білсін. Кейде адамның ішкі күйзелісі ортақ болса, айнымас, қимас жандарға айналатын секілді. Жұбы жазылмайтын қос қарияның бір-бірін аса құрметтейтіні, сыйлайтыны жұртқа өнегедей болатын кейде. Дос болсаң осы екеуіндей бол. Шіркіндердің сыйластығының алдында бүкіл дүние неге тұрады? 30 ұлың болғанша осырақ шалың болсын дегенде дұрыс шығар. Қайғырынан болсын, сөз тауып айтатын қазақпыз ғой. Бір жылы Алтайдың торғайбас қары толастамай, қытымыр қыстың қысқан кезінде Әутәліп ақсақалдың ұзақ жыл отасқан жары о дүниелік болды. Марқұм әйелінің жыл өткен соң, туыстарының Қасаңбай ақсақалдың қайта-қайта қыстауы мен әбекең төсек жаңғыртты. Алғаны өзінен көп жас кіші, желек жамылған жесір қалған ауылдағы бір инабатты әйел еді. Дәм тұзы жарасты. Бір-екі жыл өткен соң бала да сүйді. Сол кездегі әбекеңнен гөрі Қасекеңнің қуанғанын айтсаңшы. Біреудің қуанышына басқа адамның соншалық шаттанғанын көргенде бақыт екен. Ал біздер ол қасиеттен де айырылып барамыз. Адамдық құндылыққа үрке қарап, жат бауыр боп, махаббатсыз дүниені неге сүріп жүргенімізді түсінбейміз. Екі шалдың арасында ерке тұтай боп өскен жаңағы Әутәліптің баласы Серік 3 жасқа толатын жылы ауылдағы суы тартылып қалған ескі құдыққа құлап, тіл тартпастан бақилық боп кетті. Әутәліп ақсақалдың сақалын жуған көз жасы күні бүгінге дейін көз алдымда. Сақал шашы қудай адамның егілгенін, әкелер қайғысының соншалықты ауыр болатынын тұңғыш рет сезіндім. Асыр салып ойнап жүрген ойын баласымыз ғой. Жанымыз ашқан сыңай танытып жүргенімізбен әбекеңді бізді қойып бүкіл жұрт жұбата алмаған. Асқар тау шөккендей ауыл күңіреніп тұрып алды. Жас мүрдені жер қойнына берген соң, 4-5 күн көрінбей кеткен Қасаңбай ақсақал тор шолағын жетектеп бүктісіп жатқан Әутәліп шалдың белдеуіне ат байлады. Жөт көрініп үйге кірді. Кіріп шығып біз жүрміз. Теріс қарап бүктісіп жатқан әбекеңде үн жоқ. Қасаңбай шал тағы бір жөт көрініп алды да: «Әй, Әутәліп, сені қойшы, мен айтсаңшы, бірер жыл болса да бауыр етіңді ескедің ғой, мен айтшы. Серік сенің ғана емес, менің де алданышым еді ғой, соны да көп көрді ғой бұл тәңір. Басыңды көтер, менен бақытсыз емессің». Сөз сол болды. Ешкімнің жұбату сөзін құлағына ілмей жатқан Әутәліп ақсақал басын көтеріп, бір солқылдап жылап алды да Қасаңбай досының соңынан сыртқа беттеді. Бұрынғысынша жұбы жазылмайтын екі шал осылайша бірін-бірі жұбатқан болатын. Көп өтпей екі ақсақал да өмірден озды. Жұрт жиналып ақтық сапарға шығарып салды. Марқұмдардың бақытты бақытсыздығы туралы ешқандай талқы-талас болған жоқ. Жақсы адамдар еді деді бәрі. Иә, шынында да жақсы адамдар еді.